сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін бізде дүниетану сабағында болашаққа саяхат атты тараудан бұл бөлімнен туған өлке бойынша туристік маршруттар жайында жасауды үйренесіздер. Техникалық прогрестер ата-ана өміріне әсерін зерттейсіздер. Бренд деген сөздің мағынасын Қазақстанның ұлттық брендін жасауда үйренесіздер. Бүгінгі тақырыбымыз бізде менің туристік маршрутым. Бүгінгі сабақта жететін мақсатымыз түрлі дерек көздерін негізделе отырып, өз аймағының экономикалық қызмет атқаратын субъектілеріне сипаттама береді. Ақпараттың қолжетімді көздерін интернет кітаптардан, бұқаралық ақпарат құралдарынан пайдалана отырып, Қазақстан мен Астана бойынша туристік маршруттар құру туралы көрсетесіздер. Жақсы, олай болса оқулығымызды ашайық. Жалпы біз турист деген сөздің мағынасын білеміз бе? Турист деген сөздің мағынасы не екен? Өз ойларыңызды айтып жіберейікші. Турист деген не өздеріңізге? Турист дегенде не елестетесіздер сөздеріңізге? Турист дегеніміз не? Айтайық. Мөлдір. Турист дегеніміз не? Ал? Дұрыс, саяхатшы. Ол саяхатшылар не істейді? Саяхатшылар не істейді? Зерттейді, қыдырады, әртүрлі жерлерді, көрікті жерлерді аралайды. Сол сияқты бүгінгі тақырыбымыз менің туристік маршрутым. 124-125 бетті ашайық. Осы жерде Қазақстанның туристік паркына жинақталған карта бар екен. Сол бетті ашайық. 125 бет. Ашайық 125 бетті. Нет, осындай карта тұрады. Осы картадан елімізде қандай әдемі көрікті жерлер бар, қай қалада орналасқаны көрсетілген. Тез 2 минут берем, қарап, әр топтан бір-екі бала айтып жүріңдер. Қараңдар. Қандай көрікті жерлер тұр? Айтып жүрейік. Тез. Ат топтан. Дана. Қарадың ба? Тұрбаттан. Астанада не орналасқан? Қандай монумент? Бәйтерек, жақсы, Хан-Шатыр, тағы басқа. Атоптан. Атоптан кім айтады? Ана жақта Көкшетау облысында, Көкшетауда не орналасқан дейді? Қандай тас бұл? Оқ жетпес. Көкшетауда орналасқан екен. Келесі Түркістанда не орналасқан дейді? Атоптан. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі. Бұл Шымкентте Қазақстанның облыс орталығы дейді. Шымкент жақтары. Жақсы, келесі. Енді сіздерге әрбір топқа параққа еліміздің көрікті жерлерімен пазл құрастыруға беремін. Ақпаратқа соны жабыстырып қоямыз. Бұл не қай қалада орналасқан?
әңгімелейсіңдер. Бұл қай жерде орналасқан, қай қалада? Әңгімелеуге дайындалып отырмыздар. Бұл қандай жерде? Болдық па, Анатол? Қазір құрастырып болдық па? Тұрып айта алайық. Кім айтады? Тұрып айтыңдар біреу. Базадан қандай, қай жерде орналасқан? Тағы тұрып айтыңдар. Көкшетау. Ол қандай не? Ол жетіспес, иә? Жақсы. Антохан, кім айтады? Бұл не? Қай жерде орналасқан? Астанада. Бұл не? Қандай не? Бәйтерек, иә? Астана қаласында орналасқан. Жақсы, еліміздің көрікті жерлері, иә? Келесі. Алматы қаласында орналасқан Медеу мұз айдыны, иә? Жақсы. Жақсы. Келесі бала тақтаға назарда маршрут деген сөз естігенде көз алдына не елестейді дейді? Маршрут деген сөз естігенде не елестейді? Жақсы, жақсы. Тағы қандай? Маршрут сөзін естігенде не елестейміз? Келесі бір жерге жету үшін? Иә. Туристік маршруттың жоспарлау үшін бізге қандай құралдар қажет? Карта болады, жақсы. Тыңдаймыз. Карта пайдалануға болады, жақсы. Сосын? Телефоннан карта арқылы баруға болады маршрут сызып, жақсы. Маршрут парады дегеніміз жоспарланған орындарға саяхаттау тізімі жасалған қағаз немесе карта. Туристік маршрут жоспарлау үшін бізге мәліметтер жинақтау үшін интернет желісі, карта, кітаптар, газеттер қажет болады деді. Нені білуіміз керек? Басқа бір жерге бару үшін баратын бағытымызды, саяхаттың мақсаты, көлік түрлерін, қаражат шығыны, қажет уақытты білуіміз қажет. Осында кітабымызда тұр, келесі бетімізде. Келесі бетімізде назар аударайық. Бұл жерде Қазақстанның атау, Қазақстанның киелі орындары мысалы үшін Алматы, Тараз, Шымкент, Түркістан, Нұр-Сұлтан бағыты үшін бағыты саяхаттан. Алматы, Тараз, Шымкент, Түркістан, Нұр-Сұлтан болса, нені көреміз дейді? Таразда мысалы үшін Айша биік кесенесін дейді. Өздері маршрут сызсаңдар, үйге тапсырма берем өздері мысал үшін. Сендер мысал Түркістанға бару үшін Қожа Ахмет Яссауи кесенесін көрем дейсіңдер. Сол үшін сендер не істейсіңдер? Қалай бағыт сызасыңдар? Соны үйден сіз келесіңдер. Нұр-Сұлтан қаласындағы көрікті жерлерді аралау дейді. Күндер санын жазасыңдар, содан кейін шығындар не керектіңдер өзіңізге шығын? Көлік, азық-түлік, саяхат, тынығатын орын дейді. Отанымыздың көрікті жерлеріне саяхат жасайық дейді. Бұл жерде қандай көрікті жерлер тұр? Және айтады. Бәйтерек, Шарын шатқалы, Түркістандағы кесенелер, Алматыдағы және мұз айдын, Балқаш көлі, Баянауыл оңтүстіктегі ең үздік жерлер. Осыған байланысты сіздерге видео ролик көрейік.
солтүстік Америкадағы үлкен шатқалына ұқсас келеді. Бір жексенбілік сапарда түнекті көлге және қайықтың көлдеріне барып үлгерген болады. Жолдардың көлге екіншісінен 4 шақырым жалдай және 600 метрге жоғары орналасқан. Оған көтерілу үшін көп уақыт пен жақсы физикалық дайындық қажет. Осы жағаға бару үшін алдымен Ақтауға ұшақ немесе пойыз арқылы жетесіз де Ақтаудан әрі қарай тағы 300 шақырымнан аса жол жүресіз. Бұрындағы жолдың жарты бөлігі құмды, жарты бөлігі таста болған деседі. Жергілікті туристік компаниялар бұл аймақта сәуір, мамыр және қыркүйек, қазан айларында баруға кеңес береді. Жаз мезгілінде ауа температурасы көтеріліп, ерекше ыстық болады. Күндізгі жар ыстық, кеш түсте бірден салқын ауа орналасады. Сондықтан мұнда демалуға келушілер кешкі суға қалмас үшін қалың киім алып терген абзал. Түркістан қаласында жақында ашылған Керуен сарай кешені орталық Азиядағы теңдесі жоқ жоба. Керуен сарай туристік кешені Түркістанға керекті нысандардың ішіндегі ең ғажап еді. Аумағы 188 гектар жерді алып жатқан ерекше қалашықтың ішінде 5 жылдық қонақ үйлер, су ретінде театр, кинотеатр, ең ғажайып балалар ойын алаңы, сауда орындары мен мейрамханалар орналасқан. Келген туристер мен қонақтар кешен ішін қайықпен аралайды. Көлікпен талайда тамашаланған Бурабайда демалуды көздесеңіз, жақсы таңдау. Бурабайды жұрт Қазақстанның режим қонақтары және Қазақстандық Швейцария деп атайды. Бурабай енді ұлттық табиғи саябақтың бір бөлігі. Көкшетау тауларының бөктерінде 14 ірі көлдің, Бурабайдың, Шолпанның, Қотыркөлдің қоршауында орналасқан. Өлкенің тарихы, Көкшетпес, Бурабай, Жетібаты секілді және басқа аңыздар мен ертегі толғауларына бай келеді. Алакөл Қазақстандағы Алматы және Шығыс Қазақстан облысының аумағында орналасқан көл. Қазақстандағы ең ғажайып көлдердің бірі десек артық айтпаймыз. Аумағы 20 мың гектардан асатын бұл өлкеге денсаулығын түзетуге келетін жандар қатары көп. Көл суы арнайы ресурстарға, отқа, тұзға, химиялық элементтерді пайдаланғандықтан оның денсаулыққа пайдасы дәлелденген. Жақсы. Қандай жерлерді көрдік? Жоқ, Түркістанда қандай сарайды көрдік? Қандай сарай деді? Қожа Ахмет Яссауи кесенесі, Керуен сарайы, содан кейін Алматыда қандай шатқалды көрдік? Ең бірінші. Шағын шатқалы, иә. Одан кейін Алматыда қандай жерлері? Көлсай. Жаңа көрдіңіздер бе балалар? Көлсай деген шатқалында. Одан кейін қандай жерлер? Қандай көлді көрдік? Шығыс Қазақстанда орналасқан. Ал, қандай көл? Алакөл, жақсы. Енді серкету сәтін жасап алсақ, бәріміз тұрайық орнымыздан. Қазір мен айтам. Егер де сендер келіссеңдер, менімен бірге барасыңдар. Келіспейтін нәрсе болса, отырамыз орнымызға, иә? Жақсы ма? Мен ауылға ата-анама көмектесуге барамын. Мен орманға барып, талдарды жұламын. Жоқ. Жақсы отырамыз. Келесі. Мен табиғат ортасына бізде Қожа Ахмет Яссауи кесенесінде Түркістан қаласында 14 ғасырдың соңында тұрғызылған архитектурасы туралы ғимарат. Қожа Ахмет Яссауи дүние салғаннан кейін халықтың көп жиылуымен өзіне арнап соғылған кішкене мазарға жерленеді. Кейін бұл кесене мұсылмандардың жаппай тәубе ету орнына айналды. Түркістан қаласында Ахмет Яссауи ғимараты орта ғасырлық сәулет өнерінің көрнекті ескерткіштері. Ол 12 ғасырда өмір сүрген бүкіл шығысқа аты әйгілі көне түрік ақыны софизмді уағыздаушы Ахмет Яссауидің яссыдан шыққан деген мағынада бетінің басына орнатылған екен. Осы кесенеге бұл қай қалада орналасқан дедік? Түркістанда, иә. Енді үш топқа тапсырма беремін сіздерге. Мына топқа осы Қазақстанның картасын салып, қандай қалаларда әсем жерлер неленген соларды осы кітаптағы картаны саласыздар. Ұлдармен көмектесіп саламыз. Сіздерге осы сөздерді қатыстырып сөйлем құрайсыздар. Астына сөйлем құрап жазыңдар, бірге айтып. Ішінде сөздер тұр. Сіздерге саяхатқа шыққанда өзіңмен бірге не алып жүруіңіз керек? Соларды тізімдеп
жазамыз және не аласыңдар сендер саяхатқа шығар кезде. Жазамыз тез. 4 минут уақыт. Қандай сөздер тұрын айнеде? Алматыда Түркістан әдемі қалалар, ескерткіштер. Өздерің арқылы сөз құрастырып қарай жазасыңдар. Кәне сендер жазасыңдар ма? Бүйтіп айзелеп отырды, бүйтіп топ қойып бірге айтасыңдар сендер. Қазақстан картасындағы еліміздегі көрікті қалалар. Басымыз көтеріңіз. Айтамын. Қазақстан картасында жердегі ең көрікті қалалар. Көкшетау, Павлодар, Семей, Қызылорда, Атырау, Түркістан, Шымкент, Тараз, Балқаш, Алматы. жақсы. Келесі топ. Келесі топтан кім айтады? Тұрып орныңда айта ғой. Не алып жүреміз өзімізбен, азық-түлік, басымыз шығарамыз. Жақсы. Тағы не қосасыздар ма тағы? Жақсы. Бүгінгі сабақта әр топтан қатысқан Дана, Айару сендерге жақсы 10 балл. На топтан Ердос, Айару сендерге 10 балл. На топтан Айзеле бөлдір 10 балл. Бүгінгі сабақта сіздерге бүгінгі сабақта білім сандығы сабақ өте жақсы түсінсек, осы жерге стикер жаздырамыз. Бүгінгі сабақта орташа жақсы түсіндім. Тақырып бойынша әрден білуі керек, дұрыс түсінбеген болсақ, мынаған жаздырамыз. На топтан келіп бір-бірден жаздырамыз, десе достар. Қайсы жаздықтар, шарттарға. Сендер келе қалыңдар, бұлар. Не алу керек, соның бәрін жазып, дәптеріңізге үйге жазып келеміз. Жақсы. Рахмет.